Сәлем құрметті YouTube каналымның көрермендері. Сіздерге мен бүгін вермикулит пен қара топырақты араластырып, осындай flip.kz сайтынан сатып алынған қияр мен помидорлардың дәнектерін егетін боламыз. Неке 2 қиярға заказ бердім. Бұлар гибрид, өздігінен тозаңданып, жемістерін беретін болады. Міне бұл помидор кәдімгі терезенің алдына қойып, егіп, үйдің ішінде жемісін жей берсеңіздер де болады. Алдымен топырақты сулап аламыз. Одан кейін бірінші қиярдың срогын қараймыз. 2024-ке дейін екен. Ішінде 11 тұқым бар екен. 13 штук деп салған, 11 болып шықты. Үстіне карандаштың көмегімен осылай шұңқырлап аламыз. Ішіне дәнектерімізді салып шығамыз. Жоғары жағына 6-ын салдым. Жетеуін салдым, мінекей. Одан кейін помидордың дәнегін алып, ортасына саламыз. Помидордың маған срогы ұнаған жоқ. Шыға ма, шықпай ма көреміз сонда да. Бұның ішінде 5 штугы бар екен. Соны егетін боламыз. Неке 5 штугыны ектім. Одан кейін қалған қиярларымыздың дәнегін егіп шығамыз. 4 штук қалған екен. Енді осылардың бетін топырағымен жауып шығамыз. Әрине, суды да себуді ұмытпаймыз. Барлығын осылай бетін жауып шығып, қатты тереңге батырудың қажеті жоқ. Осылай батырамыз да. Мен 27 сәуір күні ектім. Осылар міне помидор және қияр. Енді арада 6 күн өтті. Сыртына жазып қойғанмын. 27 сәуір күні егілген тұқымдардың қазіргі жағдайы. Бүгін 2 мамыр. 11 қиярымның дәнектері шыққан. Ал помидордан әлі хабар жоқ. Неде болса енді тағы да көреміз. Бетін ашып қоям. Себебі мына қақпағын жапқанда беті суланып тұр. Уже өсіп бара жатыр. Құрметті достар, сіздерге видеом пайдалы болса, тіркеліп қойыңыздар, сау болыңыздар. Бүгін міне 3 май. Уже помидордың тұқымдары да шығып жатыр. 4-еуі шығып тұр. 5 штугын көмген болатынмын. Енді мына қиярдың бойы ұзарып баратыр. Топырақ сеуіп қоямын.